Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы ерте дүниедегі халық астрономиясы деп аталады. Осы сабақ арқылы жүзеге асатын оқу мақсаттары: мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты түсіну, анықтау, төл сөз, төлеу сөз, автор сөзінің жасалу жолдарын, қызметін білу, төл сөзді төлеу сөзге айландыру. Осы мақсатқа байланысты берілген бірінші тапсырма: мәтінді оқып, мәтіндегі негізгі және қосымша ақпаратты анықтаңдар. Төл сөз, төлеу сөз, автор сөздеріне түсініктеме беру. Сөйлеуші тек өзі ғана сөйлей бермей, өз сөзінің ішінде басқа біреудің айтқанын, сөйлеген сөзін келтіреді. Біреудің сөзі екі түрлі жолмен беріледі. Ешбір өзгеріссіз дәл солай айтылған күйінде жеткізілуі төл сөз деп аталады. Сөйлеуші тарапынан өзгеріске ұшырап, тек мазмұнын сақтап жеткізу төлеу сөз деп аталады. Яғни, оқу мақсатына байланысты біз келесі тапсырманы орындаймыз. Келесі екінші тапсырма: мәтіндегі төл сөздерді төлеу сөз түрінде жазыңдар. Үйге тапсырма: ата-аналардың көмегі мен немесе энциклопедияларды пайдаланып, ертедегі халықтық ұғымдағы тәулік мезгілдерін ретімен жазыңдар. Оларға түсініктеме беріңдер. Мысалы, ақшам қараңғы түсе бастаған кез. Сау болыңыздар.